Barşаңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздерге қатпарлы печенье рецебін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сүтімізге сары майымызды құйып аламыз. Үстінен жарты шай қасық қопсытқыш саламыз. Жарты шай қасық тұз салып, үстінен ұнымызды саламыз. Онан соң ашытқы салып аламыз. Барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Сонан соң жақсылап қолымызбен илеп аламыз, илеуі қанғанша. Қамырымызды бір шетке қоя тұрып, оған салынатын пиязымызды турап аламыз. Көк пиязымыздың бас жағын кесіп тастаймыз. Қалған жағын турап аламыз. Достар, видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын турап алып, қамырымыздың үстінен саламыз. Оның үстінен күнжітімізді салып аламыз. Енді барлығын қосып, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Міне біздің қамыр дайын болды. Енді оны жарты сағатқа алып қоямыз. Үстінен пакетик жабамыз. Үй температурасында қойып қоямыз. Міне біздің жарты сағат өтті. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Достар, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Қамырымызды екіге бөліп алып, осылай дөңгелектеп аламыз екеуінде. Жұп-жұмсақ әдемі қамыр болды. Енді ұнымыздың үстінен қамырымызды қойып, жақсылап жайып аламыз. Жұмсақ болғаны үшін мен осылай ұнды сеуіп жайып алдым. Өзім осылай ұзынша қылып жайып алдым. Шеттерін кесіп тастадым. Әдемілеп тегістеп. Ұзынша қылып барлығын кесіп алып, ортасынан тағы бөліп кесіп алдым. Барлығын кесіп алған соң, ортасынан шанышқының көмегімен тесіп шығуға болады. Мен олай қолданбадым, жай ғана кесіп алдым. Солай пешіміздің тапасына салып алдым. Астына пергамент қағаз төсесеңіздер де болады. Мен жай ғана ақ парақ қойып пісірдім. Біздің қытырлақтар дайын. Өте дәмді болып шықты. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шықты. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.